Достар, бізді кішкентай кезімізде аузыңды жап, сөйлемей қой, немесе сенің сезімдерің маңызды емес, сенің ойың маңызды емес деп үйреткен болатын. Бірақ түсінгенім, мысалға алатын болсақ, сіздің жұмыста бәлкім басқа токсик адамдармен жанды жерлеріңізге тиіп кетсе, намысыңызға тиіп кетсе, сіз үндемеген сайын, сіз өзіңіздің психикаңызға одан әрі травма береді екенсіз, одан әрі травмаға түсіреді екенсіз. Не себепті? Мысалы, жұмыста жалпы адамдар, біздің қоғамда токсик адамдар көп қой. Сол токсик адамдар, мысалы, кейбір адамдарға айтса, ол адамдар үндемей қоя салуы мүмкін. Өйткені олар расымен де мән бермей жүре береді. Өйткені олардың ішкі опорасы мықты, олар дені сау отбасыда өскен, сондай адамдар мән бермей жүре береді. Мынандай терілері қалың адамдар. Ал біз сияқты адамдарға дисфункционалды отбасыда өскен, яғни кезінде біздің ойымызды қабылдамаған, ойымызды отвергать еткен, бізді неместеген төмендеткен, сондай отбасыдан шыққан адамдар болса, міндетті түрде жанды жеріңізге тиіп кетсе, міндетті түрде сөз қайтару керек. Егер де сіз сөз қайтармай, ол бастық қой, қазір мен айтсам, өзімді истеричка ретінде көрсетем, өзімді жаман көрін қалам деп ойласаңыз, сіз психикаңыз сол травматика қайтадан барады. Сіздің психикаңыз емделмейді. Сол үшін міндетті түрде, егерде психикаңыз айтқысы кеп тұрса, сізді қорғағысы кеп тұрса, міндетті түрде ойыңызды айтыңыз, қорықпаңыз ешкімнен. Өйткені сіз өзіңізге сатқындық жасайсыз. Кішкентай кезіңізде сіздің ойыңызды талай құнсыздандырған, сізге талай айтқан аузыңды жап, өзіңді қорғауға құқығың жоқ деп талай аузыңызды жапқан. Бірақ дәл қазір сіз соны қайталасаңыз, сіз өзіңізге сатқындық жасайсыз. Сол үшін сондай ситуация қайталанса, егерде сізге тиіп кетсе, сол міндетті түрде өзіңізді қорғап алыңыз. Ол бәлкім басқа жақтан, шет жақтан сіз истеричка сияқты көрінуіңіз мүмкін, или дұрыс емес көрінуі мүмкін. Пофиг. Сіздің қазіргі мақсатыңыз емделу. Өзіңізді қазір қорғап, істеп үйрену керек. Ол психика үшін терапиялық маңызы бар іс-әрекет.